Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып отырайық ағайын. Қажымұқан Мұңайтпасұлы, қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы, теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған. 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды. Ресейдің балуандар тобында Қажымұқаннан күші асқан, ешкім болмағанын да айтуға тиіспіз. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемекин, Алекс Аберг сынды жампоздармен қатар жүріп, боз кілемдегі айқастарда осы балуандарды шетінен жығып, бәйге алу сол заманда нағыз ерлік еді. Ол кезде империяның буына семірген Ресей күресінің қожайындары қазақты шын мәнінде менсінбеуші еді. Қажымұқан сондай ортада намысын жатқа берген жоқ, кеудесін ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының, төрешілердің сан мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмеді. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел деген ауылда дүниеге келген. Кейбір зерттеулерде оның 1886 жылы туғандығы айтылады. Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп күреске түсіп, той томалақтарда елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болған. Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жыл. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бұратана халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар беріледі. Ол кездегі саясат бойынша бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі деген жарнамалар жасалып, Қажымұқанды Ямагата Мухунури деген лақап атпен күрестіреді. Сонымен қатар Мухан, Иван Черный сияқты лақап есімдері болған. 1909 жылы халықаралық палуандар жарысына ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұханның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды. Сол жылы Рига қаласында поляк қызы Надежда Чиповскаямен танысып, Омбы қаласында үйленіп, той жасайды. Надежда күйеуге шыққаннан кейін ислам дінін қабылдап, Бәтима есімін алған. Қажымұқан екінші әйел алғанда Батима Ғабдолланың қолына барып тұрды. Олар Ғабдолланы балалар үйінен асырап алған болатын. Қажымұқанның асырап алған Ғабдолла есімді баласының ұлты орыс болған. Ғабдолла алдымен Омбы қаласында, одан кейін Украинада прокурор қызметін атқарған. Ол бендеревшілерге қарсы күресте қаза тапқан. 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанады. 1911 жылы Қажымұқан Стамбулға барады. Сол кезеңде әлемде түрік палуандарынан мықты палуандар жоқ сияқты көрінетіндігі соншалық, ол жаққа орыс палуандары аяқ баспайтынды. Осы ретте намысқой, Қажымұқан өзі түркі халқының өкілі ретінде Түркияға баруға бел буады. Түріктің ең атақты палуаны Нұруллахты жеңген кезде Қажымұқан Стамбул билеушісі Шәкір Пашаның назарына ілінеді. Ол жұмбақ орыстың мұсылмандық тегін анықтайды.
сөйтіп шәкір паша қажымұқанға қажылыққа бірге барып келу ұсынысын жасайды. Ұсынысты бірден қабылдаған ол қажылықтан кейін мұқан деген есіміне қажы деген қосымшаны иеленеді. Осы кезден бастап ол Қажымұқан есімімен атағы шықты. Патша үкіметі құлаған соң балуанның отбасы азамат соғысы мен аштықтың салдарынан біраз сергелденге тап болады. 1937 жылы Қажымұқанның ізіне ішкі істер халық комиссариаты қызметкерлері түсіп, бұл патшаның адамы оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайласы деп қудалауға ұшыратады. Соған қарамастан, Қажымұқан қуғын сүргінге ұшыраған туысқандарына өз беделімен жәрдем беріп отырды. Қажымұқан 1948 жылдың 12 тамызында 77 жасында Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темірлан ауылдық кеңесінің Ленин туы колхозында қайтыс болды. Ол өзінен кейін байлық та қалдырмады, шәкірт те дайындамады. Қажымұқан мазары Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының орталығы Темірланнан 5 шақырым жерде орналасқан.